Куми ақыры шешім қабылдап, соқыр күйеуі Радживпен бірге зәулім үйге қайтып келді. Бірақ үйдің табалдырығын аттай салысымен Баучи қолына мылтық алып, оларды қорқытып тұрды. Сол сәттегі дағдарыс кезінде өліп қалды деген Санчив кенеттен тіріліп шыққаны туралы хабар келді. Дәрігер бұл жаңалықты барлығына айтты. Бәрі әрі таңғалып, әрі қуанды. Ағайы мұның бәрі Кумидің арқасы деп ойлады. Өйткені Куми зәулім үйден кеткен соң үйді тек бірінен кейін бірі қайғы қасірет басқан еді. Ал ол үйге қайта оралған бойда бірден жақсылық басталды. Баучи де ішінен күдіктеніп қалды. Шынымен солай ма? Сосын бәрі үстіңгі қабатқа барып Санчивті көрді. Ол енді қауіптен құтылған, тірі қалды. Ол бұрын Кумиді қателесіп кінәлағаны үшін кешірім сұрады. Ағайы да Кумиден кешірім сұрады. Куми олардың сөздерін көңіліне алмадым деп жауап берді. Баучи болса әлі қабағын қатулы ұстап отыр. Куми Баучиге иіліп сәлем бергісі келіп жақындаған еді. Ағайы оны тоқтатып қалды. Ол Баучи әке атануға лайық емес, ол баласын өлтіре жаздаған адам деді. Радживте болған оқиғаны естігенде, Баучи осындай қатыгез болуы мүмкін дегенге сенер-сенбесін білмеді. Баучи ағайының сөзін растап, "Иә, Кумиді өлтіргім келді. Болса болсын, не бопты?" деді. "Мен осы әулеттің басымын. Маған кім тоқтау сала алады?" Адам өмірін аяққа басқан бұл менмендік Радживтің ашуын қоздырды. Ол әкесімен түскен отбасылық суретті сындырып, Баучимен әкелі балалы қатынасты үзетінін айтты. "Баучи, өзің біл" деді. Раджив Кумиді жетектеп ауылға қайтпақ болды. Хансини іштей мәз болып, "Иә, баяғыдай кетіңдер. Байлық бәрібір менікі болады" деп қуанды. Бірақ ағайы Радживті тоқтатып, "Бұл зәулім үй біздің ата-бабамыздан қалған. Осы әулеттің баласы ретінде сенің де үлесің бар. Қалғың келсе қал, оның бұйрығын тыңдама" деді. Куми де Радживті осында қалуға көндірді. Ол Баучидің өзіне деген өшпенділігін сейілткісі келетінін, әулетке қабылданғысы келетінін айтты. Раджив мұның мүмкін еместігін айтты. Бірақ Куми, "Сен менің жанымда болсаң, қандай қиындық болса да қабылдаймын" деді. Хансини олардың бір-біріне деген махаббатын көріп, есінен айырылатындай ашуланды. Куми Баучидің бөлмесіне барып тағы да сәлем берді. "Баучи, мені әке деп атама" деді. "Төңірегіңе қара, біздің әулетке келген келіндердің бәрі сұлу, көрікті. Ал өзіңе қарашы, сен біздің әулеттің қанын жалғастыруға лайықсың ба?" Куми өз келбеті жайлы жақсы біледі. Ол Баучиге, "Сіз мені қабылдағанша мен Радживпен жақындаспаймын, бала да көтермеймін" деп уәде берді. Кешке Раджив бөлмесін әдемілеп дайындап, романтикалық жаңа түн өткізбек болды. Бірақ Куми одан бас тартты. Ол берген уәдесін айтып берді. Раджив ашуға булықты. "Қандай ақымақтық, шешім қабылдамас бұрын маған неге айтпадың? Тамаша неке түні болды ғой." Ертеңіне Куми сабырмен түсіндірді. "Егер біздің баламызға өз атасы жау болып тұрса, ол қалай бақытты өседі? Сен балаңды махаббатқа толы ортада өсіргің келмей ме?" Раджив мұны орынды деп санады. Бірақ Баучидің ойы өзгеруі өте қиын еді. Куми іштей ант етті. "Қанша қиын болса да мен бас тартпаймын." Дивали мерекесіне отбасын қайта біріктіру үшін Баучиге ренжіп кеткен апайын қайта шақырды. Сосын бәріне жалған хабар таратып, қонақ бөлмеге жинатты. Куми және екі немере қарындасы бәрін дайындап қойған, тек отбасының қосылуын күтті. Баучи әлі қабағын түйіп отыр. "Апайы ағайына бізді тағы қуып шыққанша өзіміз кете салайық" деді. Баучи апайын тоқтатты. Үй ішіндегілердің алдында қаламай тұрса да дұға жасады. Сосын апайына аяқтан иіліп құрмет көрсетті. Апайы оны кешіріп бата берді. Кешке бөлмеге келгенде Раджив әлі ренжулі еді. Куми жанында жайлап отырып, "Мен Баучиге бала көтермеймін деп уәде бердім. Бірақ саған жақын болма деп ештеңе айтқам жоқ. Бұл әйелдік құқығым" деді. Раджив амалсыз күлді. Ол шын ашулы емес еді. Құшағын ашып, Кумиді бауырына басты. Екі ғашық сол күйі жылы құшақта ұйықтады. Таңертең Куми Раджив дайындап қойған сыйлықты көрді. Жаңа киімдер, жаңа әшекейлер. Куми киініп шыққанда, Раджив құлағына тәтті сөздер айтуын жалғастырды. Кумиге бәрі түс секілді көрінді. "Раджив, қазір сені өз көзіммен көргім келеді" деді. "Куми, егер көре алсаң, мені ұнатпай қаларсың" деді. Апайы сөзін бөліп, "Раджив көре алса, қайтадан саған ғашық болып көрер еді. Сенің сұлулығың құрметке лайық" деді. "Шын ба?" деді Раджив. Апайы, "Әрине, Кумиге арналған әдемі сөздер жеткіліксіз." "Раджив, онда не күтіп тұрмыз? Төменге бірге түсейік." Олар баспалдақта қол соғып, Кумидің шығуын қарсы алды. Тек Баучи мен Хансини орнынан қозғалмады. Қалғандары шын жүректен Кумидің сұлулығына тамсанды. Апайы әрі үйдің кілтін Кумидің қолына ұстатып, "Бұдан былай үйдің үлкен шаруаларын сен басқарасың" деді. Баучидің қабағы ашылмады. Ол Кумидің жаңа жасаған тәттілерін алып, иттің ыдысына төгіп тастады. "Тамақ жасағанды жақсы көресің бе? Онда 20 адамға ас әзірле. Бұл асты кедейлерге садақа қыламын." Куми келісті. Ол ас әзірлеп жатқанда Хансини оның кілтін ұрлап алып, сейфтегі алтындарды ұрлап кетті. Бұл алтындарды Баучи кедейлерге таратуға дайындаған еді. Куми асқа қажет зат алайын деп сейфке келгенде алтын жоқ екенін білді. Кедейлерге алтын беріледі дегенді естіген жұрт кейін берілмейді деген хабарды естіген соң шу шығара бастады. Баучи ашуға булықты. "Алтынды қайда жібердің?" деп талап етті. "Куми, мен де білмеймін. Өзім сейфке салып қойғанмын" деді. "Баучи, сен ұрлағансың, даладан келген кедей қызсың, көзің көрсе тоймайды" деді. Басқалар Кумиге сенді. Ол онда емес. Санчив қызметшілерді шақырып, бар бөлмені шарлап іздеуді бұйырды. "Алтынды тапқан адамға 10 мың беремін. Бірінші өз бөлмемді тінтуден бастаймын." Хансини абыржып, Санчивпен бірге бөлмеге кірді. Ол алтынды теледидардың артына тығып қойған. Санчив қолын соза бергенде, Хансини әдейі басқа қапшық ұстап, "Міне, таптым" деді. Ішіндегісі тек түйме болып шықты. Ол теледидар артына қол созуды ұмытып кетті. Хансини бір бәледен аман қалды. Бірақ алтын өз қолында тұрғанда, бұл қауіпті еді. Сыртқа шығара алмайды. Сондықтан ол алтынды Кумиге жала жауып, соның бөлмесіне тығып жібермек болды. Куми Баучидің абыройын сақтау үшін өз қолындағы алтын білезігін алып берді. Раджив наразы болды. "Ол сені қорлап отыр. Сен неге сонша ақымақсың?"
Бірақ Куми берілген уәдесінен қайтпады. Ашуланған Раджив бөлмеге кетіп қалды. Сол сәтте Хансини Кумидің бөлмесіне кіріп, алтынды жәшікке тығып үлгерген еді. Шығып үлгермей жатып, Раджив кіріп келді. Хансини бұрышта бүгіліп үнсіз отырды. Раджив жәшікті ашып қалса, ішінен алтын шықты. Мыналар қалай менің бөлмеме түскен деп таңырқады. Хансини қуанып қалды. Айласы іске асты деп ойлады. Бірақ Раджив бөлмеде басқа адамның барын сезіп қойған екен. Хансини кетейін деп жатқанда, ол оны ұстап алып төменге түсіріп, жұрт алдында алтын ұрлаған адам Хансини екенін жариялады. Хансини бар күшін салып, жоқ, мен ұрлаған жоқпын. Бар болғаны бәрің сияқты алтын іздедім. Кумидің бөлмесінен тауып алдым. Алып шықпай тұрғаным Кумиге жала жабылады деп қорыққаным деп өтірік айтты. Раджив оның сөзіне сенбеді. Бірақ Куми, мүмкін мен өзім шатасып қойған шығармын деді. Раджив ашуланып, неге өтірік айтасың? Қылмыс жасаған адамға неге мейірімді бола бересің? Мен көрмеймін, бірақ сеземін. Хансини қастық жасап жүр, оны қуып шығу керек деді. Бауджи, бұл сенің жорамалың, айғақ жоқ. Мен заңды жақсы білем, дәлелсіз ешкімді айыптай алмайсың деді. Куми де Хансиниді қуып жіберуге қарсы шықты. Ол Хансинидің мұндай нәрсені істейтініне сенбеді, және өз кесірінен отбасында жіп түсіп кетпесін деді. Раджив одан бетер ашуланып кетті. Санджив Хансинимен үйленгеннен бері болған жағдайларды ой елегінен өткізіп, өзін Хансинидің сыртқы келбетіне алданып қалғанын түсінді. Ол Радживке енді Хансинимен бірге тұрғысы келмейтінін, тіпті оны көргісі келмейтінін айтты. Бұл сөздердің бәрін естіп қалған Хансини қатты абыржып, некесін сақтап қалу үшін жедел Кумиге барып көмек сұрады. Ол енді жақсы жар болуды үйренуге уәде берді. Куми бірден келісіп, екеуін балконға шығарып, бір-біріне деген түсіністікті тексеретін ойын жүргізді. Санджив Хансинидің өз қалау тілектерін жақсы білетінін көріп, оның өзін шын сүйетініне тағы да сенді. Солайша екеуі қайта татуласты. Раджив те Кумидің ешқашан берілмейтін мінезіне тәнті болып, бұл үйде Куми болса, барлық қиындықты жеңуге болады деп ойлады. Бірақ Бауджи әдейі араларын бұзбақ болып, Куми мұны тек болашақта зәулім үйдің басшысы болу үшін жасап жүр деп өсек таратты. Ол осылайша Радживтің Кумиге деген көзқарасын өзгерте аламын деп ойлады. Алайда Раджив оған сабақ болсын деп қасақана Кумиді бауырына басты. Куми болса қысылып қалды. Бауджи, не істеп жатырсыңдар? Үлкендерді сыйламайсыңдар ма дегенде, Раджив, бұл махаббат, сіз түсінбейсіз деді. Бауджи бұған қатты ашуланды. Осы оқиғадан кейін Хансини де расымен ойланды. Ол енді бүкіл күшін Сандживті риза етуге жұмсады. Санджив те оған көңілі толып жүрді. Екеуінің ешкімді елемей, сүйіспеншілікке толы қарым-қатынасы Бауджиге мүлде түсініксіз еді. Бұл үй қашаннан бері осынша махаббатқа толы болған деп іштей таңғалды. Санджив кеткен соң, Бауджи Хансиниден, сен шынымен Кумиге жол беруге дайынсың ба деп сұрады. Хансини, әрине, жоқ, мен тек түр көрсетіп жүрмін деді. Бауджи мұны естіген соң тынышталып, екеуі бір жоспар құрады. Хансини Кумидің аяқ білезігін алып қойды. Сонда Раджив Кумидің қайда жүргенін дыбысынан ажырата алмай қалатын болды. Содан кейін Кумидің аяқ киіміне май құйып, оны баспалдақтан тайып құлап кетуіне себеп болды. Бақытымызға орай, өгей енесінің ұлы дер кезінде жетіп келіп, Кумидің басын қолымен тіреп қалды. Адамдардың дауыстарын естіген Раджив қатты шошыды. Бауджи оған, сенің Кумиң баспалдақтан құлап өле жаздады. Сен соқыр болғандықтан ештеңе істей алмайсың, сол үшін Куми сенен бала тапқысы келмейді. Мүмкін сенің соқырлығыңнан ұялатын шығар деп қыңқу айтты. Бұл сөздер Радживке қатты тиді. Өгей ұлы Кумиді бөлмеге жеткізбек болғанда, Раджив оған рұқсат етпей, өзі көтеріп апарды. Мен соқыр болсам да, әйелімді көтеріп апара алатын күшім бар деді. Бөлмеде ол әрең дегенде жақпамай тауып, Бауджидің айтқан сөздеріне ашуланды. Мен әйелімді қорғай алмайтын мүгедекпін бе деп. Куми оны жұбатып, жоқ. Әр қиын сәтте мені құтқаратын сенсің. Мен үшін сен ең керемет жан. Мен сені барлық болмысың мен жақсы көремін деді. Раджив осыны естіген соң сабасына түсті. Кумиге жаңа аяқ білезік сыйлады. Апайы Кумидің бала туғысы келмейтінін естіп, себебін сұрады. Куми Бауджиге берген уәдесін айтты. Бірақ тағы бір шынайы себебі бар еді. Ол болашақ баласының өзіне ұқсап тумасын. Бала да әкесіндей мазаққа қалмасын деді. Осы сөзді есік алдында Раджив естіп қалып, Куми баламның әкесі соқыр болғанын қаламаймын деп тұр деп ойлап, қатты күйінді. Куми қанша түсіндірсе де, ол мұңайып қала берді. Кешкі асқа Куми мол дастархан жайса да, Раджив, үйге келіп тамақ ішкім келмейді деді. Куми не қателік жасағанын түсінбей, көңілі қалған. Хансини әдейі Кумиге жақындасып, оны бір аруақ шақыратын адамға барып көрейік деп азғырды. Әлгі жалған балгер, Раджив соқырлығына уайымдап жүр. Мен оны емдей аламын деді. Бұны естіген Куми қуанып, одан Радживті емдеуін сұрады. Осы сәтте үйге келген Раджив бәрін естіп қойды. Хансини белгі бергенде балгер Радживті емдеуге кірісті. Үстіне хош иіс гүлі шашып, қамшымен ұрды. Куми аң-таң болды. Раджив одан сайын ашуланып, қамшыны өзі алып өзін ұра бастады. Куми, сенің қалағаның осы ма? Осылай соқырлығым жазылады деп ойлайсың ба деді. Куми жылап кешірім сұраса да, Раджив тыңдамады. Ол Кумиді бөлмеге алып кіріп, қабырғадағы суреттерді сындырып, мен бұл жақсы күндердің ешқайсысын көре алмадым. Әрі қарай да қараңғылықта өмір сүремін деді. Кумидің соқырлығын жек көретініне көзі жеткендей болды. Ол Кумиді бөлмеге қамап, өзі жаттығуға кетті. Сол уақытта Хансини өз әпкесінің байлыққа таласы үшін одан да өткен жамандыққа барғанын дәлелдеді. Ол күйеу баласының жаттығатын шайына жасырын түрде ішімдік қосып, Радживті естен тандырып, жолда құлап қалуына себеп болды. Оны көлік қаға жаздады. Бақытымызға орай, Куми жетіп келіп, Радживті итеріп құтқарып қалды. Кейін Санджив оны ауруханаға жеткізді. Барлығы жиналғанда апайы Кумиге бір шапалақ беріп, бәрі сенің кесіріңнен. Саған қанша рет айттым, Бауджидің айтқанымен жүрме деп. Сен ешқашан Радживтің жанын түсінбедің. Оны не күйге түсірдің? Сен бұл үйге лайық емессің деп айқайлады. Ол Кумиді қуып жіберді. Раджив есін жиғанда да апайы Кумиді кіргізбей қойды. Куми дәрігерден Радживтің жағдайын сұрады. Дәрігер, жағдайы тұрақты, бірақ бұдан былай спирті бар ішімдіктерді ішуге болмайды. Ол көз ауруын күшейтеді деді. Куми, Раджив мүлде ішімдік ішпейді деді. Дәрігер, бірақ қан талдауында алкоголь бар деді. Бауджи шығып келіп Кумиге тағы да тіл тигізді. Әлі тұрсың ба? Радживті осы күйге түсіргенің аз болды ма? Куми, мен қателестім, бірақ Радживтің мұндай халге түсуі жалғыз менің кінәм емес.
Сіз де кінәлісіз. Сіз оған зиянды нәрсе бердіңіз деді. Бауджи, мен ұлымды қалай улаймын? Егер улағым келсе, алдымен сені улар едім деп ашуланды. Бірақ Раджив Кумидің атын бірнеше рет айтып шақырған соң, апайы амалсыз Кумиді кіргізді. Раджив әлі де Кумиді сүйетінін, жақсы әке бола алмаса да, жақсы күйеу болатынын айтты. Куми де кешірім сұрап, Радживті шын жүректен жақсы көретінін жеткізді. Раджив ауруханадан шыққан соң, Куми оған тосын сый жасады. Папа деп сөйлейтін ойыншық қуыршақ пен бала төсегін алып, енді ол Радживке бала сыйлағысы келетінін айтты. Екеуі болашақ балаларына есім де таңдады. Куми дәрігердің сөзін есіне алып, Радживтен сол күні не іштің деп сұрады. Раджив жаттығуға дейін қызметші әкелген сүт коктейлін ішкенін, бірақ дәмі біртүрлі болғандықтан көп ішпегенін айтты. Куми жаттығу бөлмесіне барып, сол стақанды иіскеді. Алкогольдің иісі тіптен күшейген. Ол қызметшіден, бұл сүт коктейлін сол күні сен жасадың ба деп сұрады. Қызметші, жоқ, ол күні коктейлді Хансини жасаған деді. Куми сонда ғана бәрін түсінді. Хансини осы уақытқа дейін жасырын түрде зиян келтіріп келген. Куми оның әпкесі болғандықтан бәріне шыдап келген. Бірақ күйеуіне қастандық жасалғанда енді үнсіз қала алмады. Хансини Радживтің сауығуына арналған дұға жасағанда Кумидің тік қарап тұрған ашулы көзінен шошып, оны дұғаға шақырмақ болды. Куми, сен секілді зұлым адам қалай Құдайға жалбарынуға ұялмайсың деді. Апайы, Куми, неге Хансиниді құрметтемейсің деп ұрысты. Куми, зұлым адам құрметке лайық емес, ол тек жек көруге лайық деді. Хансини ашуланып Кумиге шапалақ салмақ болғанда, Куми оның қолын ұстап алды. Куми Хансинидің бүкіл ісін әшкереледі. Хансини өзін әлсіз етіп көрсетіп, мен ештеңе істемедім деп сықтады. Бірақ Куми бәрін көріп қойған. Бұрын сен не істесең де мен үнсіз жүрдім. Бірақ сенің күйеуімді өлтірмек болғаныңа шыдамаймын деді. Хансини әлі де жалғастырып, бұл Кумидің жаласы деп Сандживтен өзін қорғауды сұрады. Бірақ Санджив оның табиғатын бұрыннан білетін, тек ол осындай қастандыққа барады деп күтпеген. Ол Хансиниді итеріп, дереу бұл үйден кетеді. Хансини Бауджиге барып көмек сұрады. Мен сізге қанша көмектестім деді. Бауджи, мен саған Радживті өлтір деп айтқан жоқпын. Сенің кетуің маған түк емес. Мен Сандживке жаңадан тіл алғыш келін тауып беремін деді. Амалы таусылған Хансини әкесіне хабарласып, заңгер жалдап, Сандживтен көбірек өтемақы талап етуді ойлады. Бірақ әкесі, сен мені көпшілік алдында масқаралағансың, енді көмектеспеймін. Қателігіңді өзің көтер деді. Келесі күні Санджив қызметшіге Хансинидің заттарын жинап, тезірек кетуін бұйырды. Раджив те Кумидің көңілі үшін Хансиниге бір мөлшерде ақша берді. Алайда Хансини есікке жете бере кенеттен бас айналып, есінен танып құлады. Бәрі оның бұл әрекетін тағы да өтірік деп ойлады. Тек Куми мен өгей енесі шын алаңдады. Өгей енесі ұлын шақырып Хансиниді ауруханаға жіберді. Көп ұзамай жаңалық жетті. Хансинидің 2 қабат екені анықталды.